Сайрагүл Сауытбайға жала жабылып жатыр. Қазақтың батыр қызына жабылған жалада, жағылған күйеде қисап жоқ. Күні кеше Американың мемлекеттік істер бас хатшысы Майк Помпеоның және Американың бірінші ханымы First Lady Мелания Трамптың қолынан 2020 жылдық батыр әйел сыйлығын алған Сайрагүл Сауытбайға Қытайдың жалдамалы жазғыштары, Қытайдың Қазақстандағы арнайы интернет армиясы қазақ тілді әлеуметтік желіде жабыла, жан таласа, жала жабуда, күйе жағуда. Барлықтарыңыз білесіздер, бұл күнде қазақ тілді әлеуметтік желіде Қытайдың интернет армиясының күші өте басым. Оны осы нағыз атажұрт еріктілерінің интернеттегі Facebook аккаунтын қолыма алған осыдан 9 күн бұрын өзімнің YouTube әлеуметтік желісі және Facebook әлеуметтік желісінде жариялаған видео сұхбатымнан білесіздер. Яғни Facebook'ты Қытай жаулапты деген видеомды іздесеңіздер бірден шыға келеді. Ол да менің қайғылана отырып қасірет ішінде сөйлеген бір сөзім болатын. Міне соның айқын дәлелі қазақ тілді Facebook, Twitter, Instagram әлемінде қазақтың батыл қызын қаралаушы Қытайдың жалдамалы жазғыштарының үні соңғы кезде басылмай келе жатыр. Әйдер ажа жоқ, қойдыр қожа жоқ, білгенін істеп, жаптым жала, жақтым күйе деген бұл жалдамалы жазғыштардың дені фейк аккаунттар, яғни әлде біреудің атын қойып, әлде біреудің суретін қойып, кім екені белгісіз сайда саны құмда ізі жоқ біреу болып, қазақтың батыр қызына жала жабуда. Ал оны фейк аккаунттармен жазып алып, өзінің нақтылы аккаунттармен бөлісіп, мәз болып масайрап жатқан қытайшылдарда қисап жоқ. Білесіздер, аққа қара жағу ол қытайшылдардың ежелгі әдеті. Біз қазақ тілді аудиторияны соңғы кезде қытайшылдарға беріп қойыппыз. Оның айқын дәлелі осы Сайрагүл оқиғасында білінді. Сайрагүл туралы білмекші болған адамдар болса, нағыз атажұрт еріктілерінің YouTube, Facebook аккаунттарынан көре аласыздар. Сайрагүл Сауытбай дастаны, Сайрагүл Сауытбай ісі, немесе Сайрагүл Сауытбайдың соты деп YouTube'ге кіріп, содан іздесеңіздер, немесе өзіміздің соңғы үлгідегі латыншамыз бойынша латынша атажұрт деп жазып іздесеңіздер, біздің аккаунтымыз шығады. Аккаунтымыз атажұрт қазақ Human Rights. Ал осы аккаунтта Сайрагүлдің бүкіл соты, бүкіл барысы, бүкіл оқиғасы толық айтылған. Ал құрметті бауырлар, сіздерге айтатыным, осы Сайрагүл оқиғасы туралы Қытайдың интернетінде жазылып жатқан соңғы деректерді айта кетейік. Оның біріншісі осы Сайрагүлдің апайымын деген және Сайрагүлдің сіңлісімін деген адамдардың Сайрагүлге жапқан жаласы. Қазір сіздерге түпнұсқа қытайшаны қойып берейік. 我叫贝沙拉少迪拜人，是塞拉古里少迪拜的姐姐。塞拉古里少迪拜在出国之前一直和我们生活在一起，从来没有在招聘中心工作过，也没有被采取过详职所示，更没有在招聘中心学习过。这些内容全部都是胡说八道。本人卡德诺尔帕奇。 Ал енді, бұл видеодағы әйел Бейсара Сауытбаймын дейді. Мен Сайрагүл Сауытбайдың апайымын дейді. Сайрагүл Сауытбай шетелге қашудан ілгері бізбен бірге өмір сүрген. Ол ешқашан аталмыш саяси тәлім-тәрбие орталықтарында ешқашан жұмыс істеген емес. Ал оның аталмыш саяси тәлім-тәрбие орталықтарында істедім деп шетелде таратқан ақпараттары шылғи өтірік дейді. Енді қараңыз, бұл сары келіншек түрі Сайрагүлге ұқсаңқырап қалуы мүмкін, бірақ қазақта бұндай сары келіншек көп. Енді мен мынаны сіздерге қалай көрсетсем екен? Міне сәл қарайттым, экранды қараңыздар. Бұл келіншек біріншіден Қытай тілінде сөйлеп тұр. Және қытайшасы өте нашар деуге болады. Қытайшасы өте нашар. Яғни бұл кісілер қытайшасы толық жетілмеген, үйренбеген адамдар. Қытай тілі сауаты нашар. Және соған қарамастан бұл кісілер басқа бір жаққа былайынан қарап отыр.
экран оның қырынан, жанынан түсіріп отыр. Әдеттегі телеканалдарда бір адамды басқа бір жаққа қаратып түсіру емес, оны жан жағынан қаратып түсіреді. Оны қарапайым видео түсіруден телеканалға сұхбат берушілер болса біледі. Оңынан да, солыңнан да, алдыңнан да, артыңнан да алады. Неге ұқсамаған кадрларды беріп отыруға тура келеді. Ал бұл адамдарды бір қырынан ғана алған. Себебі олар алдын ала дайындалған, жаттыққан, жаңағы дайындалған қытайша мәтінді оқып беріп отыр. Және олар сол Қытай иероглифіне қарап емес, тіпті сол Қытай иероглифінің латынша таңбасына қарап, яғни латынша жазудан оқып беріп отырған болуы мүмкін. Бұнда бұл кісілерге тағы бір қызық нәрсе бітеді. Олардың шетелде айтқан сөздерінің бәрі шылғи өтірік, ол лагерде жұмыс істеген жоқ дейді. Ал осы кісі Сайрагүлдің егер шынында өз айтқандай апайы болса, ол Сайрагүлдің шетелде не айтып жүргенін қайдан біледі? Себебі Қытайда YouTube ашылмайды, Facebook ашылмайды, Twitter ашылмайды, Instagram ашылмайды. Бүкіл шетелдің әлеуметтік желісі басы бүтін тиым салынған. Онда сол Қытайдың Іле Қазақ автономиялы облысында жасап жатқан Сайрагүлдің жерлестері мен туыстары Сайрагүлдің шетелде не айтып не қойғаннан қайдан хабар ала алады? Бұл шылғи өтірік. Яғни бұл кісінің айтып отырған сөзі Қытай компартиясының идеологтары мәжбүрлеп, қорқытып, үркітіп, егер сен өстіп айтпасаң, күйеуіңді тұтқындаймыз, балаңды тұтқындаймыз, өзіңді тұтқындаймыз, жаңағы жұмысыңнан қуғындаймыз деген сияқты бопсалар арқылы айтқызып отырғаны 100% анық болып тұр. Екіншіден, қазақта бірге туған, бірге өледі деген сөз бар. Осы бірге туған, бір қарыннан шыққан, бір емшекті емген аға бауырдың қазақтарда өстіп біріне бірі жала жабу, бірін бірі әлеуметтік желіде терістеуі қаншалықты қисынға, логикаға сияды. Міне бұл да осы Сайрагүлдің апайы делінген мынау Бейсара Сауытбайдың мәжбүрмен айтып отырғандығының бір белгісі. Ал жаңағы қытайшасының өзі жаттанды сөз. Ол мысалы осы сізбен біз сөйлегендей жаңағы аузына өзі өздігінен кеп тұрған сөз түзбек емес, қайта-қайта ойланып, жаңағы екінші бір жақтағы қағазға ма, әлде экранға ма қарап тұрып сөйлегені бірден білініп отыр. Бұл енді қисынға сыймайды. Ал екінші сөзді тыңдайық. 之前一直和我们生活在一起，从来没有在招聘中心工作过，也没有被采取过详职所示，更没有在招聘中心学习过，这些内容全部都是胡说八道。本人卡德诺尔帕提是察哈乌兹乡小学校长，沙拉古里少拜2018年3月20日调到我校任教。沙拉古里少拜2018年4月。 以取办理离婚手续为借口请假，至今没有见到人影。听相关执法部门说，他已经逃到了国外。通过这一方面就可以看出，沙拉古里是当面一套，背后一套。Мұндағы экрандағы еркек мен Сайрагүл Сауытбайдың жұмыс істеген мектебіндегі бастауыш мектептің директорымын дейді. Аты жөнін дұрыс ести алмадық. Қайталап естейік. Кадынуар Пати дейді. Кадынур Пати ма, Кадынур Парти ма, сондай біреу. Енді бұлардың қытайшасы да жаңағы әзер-пәзер әрең. Біздің анау сөздік құрастырғыш кісілердің қытайшасының ар жақ бер жағы болса керек. Бізде білесіздер ғой, мына Қытай қазақ сөздігін құрастырған профессорлар бар. Сол кісілердің қытайшасының ар жақ бер жағы болса керек, өздері әзер сөйлеп тұр қытайшаны. Ол айтады, 2018-де наурыз айының 20-сы ол біздің мен басқарған мектепке жұмысқа келді. Содан ары қарай келесі айында мен күйеуіммен ажырасамын. Сол ажырасу ресмиетін бітіріп келемін деп рұқсат алды. Содан кейін жоқ, қызмет орнына қайтып келген жоқ. Артынан жаңа құзырлы мекемелердің хабарына негізделгенде ол шетелге қашып кетіпті. Осыдан ақ оның бізге біртүрлі, сыртқа біртүрлі екі беткей адам екенін білуге болады деп жатыр. Ал енді қараңыз. Бұл да мәжбүрлікпен айтып отыр. Бұны да экранда қарап отырсаңыз, адамды жаңағы тіке бетінен емес, тура осы мен сіздерге тікелей эфир жүргізген сияқты бетінен емес, бұны да бетінің жанынан, қыр жағынан түсірген, ол да бір экранға қарап жаттап алған сөзді айтып отыр. Ал енді ары қарайғысы тағы біреуді айтады.
Одан кейінгісі енді таза Қытай. 好，必回套。我是招赛农通信合作联社茶行务送信用社主任田世林。沙伊拉鼓励沙乌提巴伊先后分2笔在我社申请贷款，总共47万元，截至2018年5月末，贷款余额39万5千8。是。 Мынау мен сол Сайрагүлдің ауылындағы Қытайдың ауыл шаруашылығы сенімді қарыз кооперативінің бастығы Тяншилинмін дейді. Бұның тілін енді бір адамша түсінуге келіп тұр. Енді бұл да аздап жаңағы Шыңжаңдағы Қытайлардың акцентімен сөйлеп тұр. Бұл Тяншилин айтады. Сайрагүл біздің мекемеден, яғни банктен 2 мәрте қарыз алған дейді. Оның енді ең соңғы қарызының қалдығы 390 мың юаннан асады дейді. Енді есептей беріңіз. 6-ға бөлген кезде 360 мың, 60 мың доллар, ары қарай 36. В общем, 65 мың, 70 мың доллардың айналасында деп отыр. Ал енді бұл не деп жала жабады екен, көрейік. 得知借款人利用同事的信任进行担保贷款、携款逃往国外，将贷款转嫁同事身上，严重加重了担保人的经济负担，造成了家庭矛盾。我是潘娜烧鸡。 Бұл айтады, бұл шетелге қашып кетті ақшаны алып. Ол ақшаны алғанда Қытай жаңағы кепіл адам бар болатын, сөйтіп ендігі оның бүкіл ақшасын сол кепіл адам төлейді дейді. Қытайда осындай бір қисық заң бар. Ондай қисық заң біздің Қазақстанда да жоқ. Қытайда біреу, әсіресе қазақтар мен ұйғырлар кредит алатын болса, оған міндетті түрде біреу кепіл болады. Ал мынада енді жаңағы сол туысқандарын кепілге қойған, сөйтіп отбасылық қайшылық асқынып тұр, өз шетелге қашып кетті, жаңағы қарызын енді туыс төлеуге мәжбүр болып тұр, ақ көк деп жаңағы Қытайыңда оттап отыр. Енді міне жерде Панар Сауытбаймын деп біреу сөйлейді, оны тыңдаңыздар. Жаңағы Қытайдың мынау банктың бөлімшесінің бастығымын деген кісінің сөзінің де нағыз дәлелсіз, қисынсыз жала екендігіне бір дәлел. Қытайда ол әдетте ол 390 мың юан қарыз түгілі 100 мың юан, яғни 17 мың доллар қарызы бар адамның өзі шетелге шыға алмайды, паспортын ала алмайды, оның аттап басуы тіпті бір облыстан бір облысқа бару дәл осы кезде қатаң бақылауда. Тіпті ондай адамдардың жаңағы өз-өзіне қол жұмсап алуы мүмкін деп қарыз қайтармай қой, қатаң бақылауда болады. Қытайда мына Алматының көшесіндегі сияқты қалың сергек камера туалеттен басқа жердің бәрінде. Кім қайда барды, қайда жүрді, соның барлығы жазылып тұрады. Ал Сайрагүл шекараға дейін аман-есен келді, ол жерде де жүрген, тұрған, өзінің ауданынан анау біздің Қорғас шекарасына дейін ол қалай келеді? Бұның барлығы бұл Қытайдағы жаңағы ол бақылау сипатындағы адам еместігінің бір дәлелі. Енді ары қарай аталмыш Сайрагүлдің сіңлісінің сөзін тыңдайық. 造成了家庭矛盾。我是潘娜烧鸡巴姨，我是沙拉古里烧鸡巴姨的妹妹。她非法出国之前把自己的车子卖给了我，当时我自己工资卡贷款，然后给她给了4万5千元。然后她走了之后，她的车子也没有过户到我的名下，我现在钱财两空，自己的贷款我还在还着呢。我一想到这个事情就特别生气，心情也特别低落，也特别恨他。没想到他连自己的亲妹妹都不会放过。 Ал бұл айтады, мен Панар Сауытбаймын дейді. Мүмкін Пана Сауытбай шығар. Себебі оның да қытайшасына қарап ыр деген дыбысты айттым, айтпадым, аңғара алмадық. Не Панар Сауытбай, не Пана Сауытбай. Енді бұл айтады, мен өзім айлық карточкамды кепілге қойып дейді. Қытайда білесіздер, мемлекет қызмет мәңгілік, біздегі сияқты бастығыңа жақпай қалсаң қуып жібермейді. Ол жерде мемлекеттік қызмет мәңгілік болады. Өлгенше пенсияға шыққанша істейсің. Ерекше сұмдық жағдай болмаса ешкім сені жұмыстан қумайды. Сөйтіп бұл айтады, мен жаңағы мемлекеттік қызмет карточкамды, банк карточкамды кепілге қойып 45 мың юан дейді. Енді 6-ға бөлейік. 7-6 42, 8-6 48 болып кетеді. 7,5 мың доллар ақша алып, Сайрагүлдің мәшинесін сатып алғанмын. Оған 45 мың юан бердім, бірақ оның мәшинесі әлі менің атыма жазылған жоқ, яғни менің атыма ауыстырылған жоқ. Қазір мен екеуінен айырылдым дейді. Яғни ақшам да жоқ, мәшине де жоқ дейді. Енді Сайрагүлдің машинасын
Қытай билігі кәмпескелеп алғандығы белгілі болып тұр ғой, бұдан енді бұл тік айтпаса да. Мен оған кектенем дейді. Ал ол да бір жаққа қарап, жазылған бір экранға қарап айтып отыр. Ал енді осыдан барып бізде бір таңғажайып ой туады. Әдетте Қытайдағы үкіметтік қызметте істейтін адамдар үшін 7-8 мың доллар, 10 мың доллар деген жай әңгіме, білесіздер. Тіпті біреуі кепілге алып, жаңағы 50 мың долларға, 60 мың долларға екінші бір ауылда жұмысы жоқ, банктен кредит ала алмайтын туысына үй алып берген қазақ екінің бірі деп айтуға болады. Қазақстанға көшіп келген 500 миллион Қытай қазағының кез келгеннен сұрасаң, жағдайы жақсы мемлекеттік қызметте істейтіндері, ал ауылдағы жағдайы төмен, бірақ айтып банктен несиесін қайтару мүмкін дегендерге өстіп кредит алып беретіндігін білесіздер. Ал енді бұл жалпы беттік құбылыс. Ал машинасы ол тіпті де арзан дүние екен. Жаңа небәрі 7 мың доллардың ар жақ бер жақ. Ал осындай жағдайда өстіп туысына әлеуметтік желіде Қытайдың жаңа CGTN дейді. CG дегені China, одан G дегені Global Television Network дейді. Television Network па, қазір көрейін, есіме салып жібердім. Мынау былай екен ғой. CGTN екен. China Global Television Network деген болса керек, сөйтіп отыр. Бұл да қып-қызыл жал екендігін білесіздер. Ал іле-шала Қытайдың Қазақстандағы бас елшісі Жаң Шяо. Соған ат қойып қойдық, достарына ұйқастырып, Жаң Шяо әлі осы Сайрагүл туралы тағы да елшілік этикаға, дипломатиялық мәдениетке қарама-қарсы түрде сөз сөйледі. Ол айтты, бұл екі елде де қылмыскер деп танылған Сайрагүл Сауытбай қалайша батыр әйел болады дейді. Біріншісі, Сайрагүлді Қытайда ешкім қылмыскер дей алмайды. Ол жай ғана бір мемлекеттік қызметкер. Ол кеткенге дейін Қытайда бірде-бір рет сотталған, немесе қылмыстық іс болған адам емес. Оны сол шекарадан қашуға мәжбүрлеген сол Қытайдың Шыңжаңдағы жергілікті атқарушы билігі. Ол Қазақстанға көшіп кеткен екі баласын, күйеуін аңсады. Бірақ сендер оның паспортын тартып алдыңдар. Оны мәжбүрлеп Қытайдың фашистік концлагеріне тәрбиеші қылып алдыңдар. Оны мәңгі бақи Қазақстанға жібермеуге бекідіңдер. Ал ол болса, сол жердегі қорқынышты өмірде емес, немесе ақша деп, айлық деп, жаңағы туыс-туғаннан, бала-шағасынан айырылуды емес, керісінше отбасын таңдады. Баласы деп басын қатерге тікті. Күйеуім деп, Құдай қосқан қосағым деп басын өлімге тікті. Өлімнен де қорқпады. Ал осындай жағдайда сен оны қайтып қылмыскер деп айтасың. Оны осы сұмдыққа итермелеген сол Қытай компартиясының өзі емес па. Ал екіншісін айтайық. Осы туыстар, бірге туған туысы шетелге қашқан, немесе шетелге кеткен адамның артынан жаман сөз айтатын, немесе әлеуметтік желіде, интернетте ойбай ол оңбаған еді, жаман еді деп сөйлейтін құбылыс бүкіл жер шарындағы 200-ге тарта мемлекеттің ішінде осы Қытай компартиясынан басқа елде бар ма? Бір жапон Аустралияға қашып кеткен інісін жамандап сөйлеп ба? Немесе бір америкалық өзімен шығыспай бірге жасағысы келмеген туысы Англияға көшіп кетті, немесе Канадаға көшіп кетті. Соны оңбаған еді деп мемлекеттік Американың ұлттық радио телеканалында сөйлегенін көрдіңдер ма? Немесе Қазақстандағы бір Қазақстан ұлттық телеарнасында менің атым Мырқымбай еді, менің інім Тырқымбай жаңағы мені алдап қашып кетті деп ұлттық телеарнада сөйледі ма? Жоқ. Ал өстіп бірге туған, бір қарыннан шыққан, бір емшекте емген аға, бауыр, әпке, сіңіліні біріне бірін айдап салып, мәжбүрлеп сөйлететін құбылыс ол тек Қытайда ғана бар. Міне осының өзі Қытай компартиясының адамзатқа қарсы ұйым екендігін, нағыз секта, нағыз культ екендігін, нағыз фашистік жүйе екендігінің айқын дәлелі. Оған бір мысалды алыстан іздемей-ақ келтірейік. Осыдан сәл бұрын Қытайдың демократтары шетелге қаша бастады. Ал сол кезде сол демократ Қытайлардың ішіндегі ең атақтысы болған Го Унгуй деген Қытай бар. Сол Го Унгуй деген Қытайдың
бүкіл аға бауырын, туыс туғанын тұтқындап, азаптап, қинап, алдын өлтіріп, ал жан сақтаймын деген, тірі қаламын деген сол Говингеге қарсы сөйлетіп, бүкіл әлеуметтік желіні бүкіл әлем ақпаратын шулатқан осы Қытай компартиясы емес пе? Ал егер сіздер сол шынай сол туысқандардың өкпесі болса, онда егер Қытай компартиясы келіссе, жаңа Сайрагүлге өкпелі әпекесі, сіңлісін анау әлемнің бір үшінші мемлекетінде, мысалға Кореяда, Жапонияда неге кезіктіруге болмайды? Сіздер өйте алмайсыздар, себебі ол сіздер ол туыс туғандарын ешқашан үшінші бір нейтраль елде, тіпті өздеріңіз сенетін Еуропа елдерінің кейбіреусінің өзінде оларды кезіктіріп бір-бірімен өкпесін шешуіне көмектесе аласыздар ма? Кем дегенде олар бірін-біріне өкпелі болса да, бұл олардың отбасылық мәселесі ғой. Бірге туған аға бауырда бір-бірімен өкпелеседі. Ұялас күшіктер демшекке таласып ырылдасып қалады. Ендеше бұны саясиландырып, Сайрагүлдің артынан апайы мен сіңлісін мәжбүрлеп сөйлетіп, компартияның бет-беделін төгіп, өздеріңді өздерің масқара қылғанша, отбасылық мәселелеріңді шешіп алыңдар деп, жаңағы Сайрагүлдің аталмыш апайы менен аталмыш сіңлісіне паспорт жасап беріп, қолдарына мә паспорттарың, шетелге барыңдар, кездесіп сөйлесіп, отбасылық мәселелеріңді шешіп алыңдар. Егер саған қарыз болса, халықаралық сотқа беріп, Сайрагүлден ақшаларыңды өндіріп алыңдар деуге Қытай компартиясы сендердің шамаларың келе ме? Жоқ, сендердің арттарың былық, сендер өйтіп істей алмайсыңдар. Бір Францияның французы менің жаңағы туысқаным пәленше қашып Англияға кетті деп Франция ұлттық арнасында сөйлемейді. Себебі француз үкіметі оған айтады, сенің ол жеке бастық шаруаң, ол сені алдаса, осы Франциядағы арыз жаз, біз екі елдің келісім бойынша оны Англияның сотында онлайн-ақ сотқа тарта береміз дейді. Немесе Англияға жіберіп береді оның Англияға қашып кеткен ағасына. Міне дүние осылай. Қылмыстық істер бүкіл жер бетінде ортақ қудалауға ие болады. Ал соны Қытай компартиясы білмей тұр ма? Біліп отыр. Бұл олардың ежелгі дәстүрі. Жаңағы Говингдің қаншама туыс туғанын қорлап, өлтіріп болдыңдар, азаптап болдыңдар. Және оның тірі қалғанын оларға қарсы сөйлеттіңдер. Екінші бір мысал. Мынау бізбен туысқан ұйғыр халқынан шыққан Рабия Қадыр дейтін бір кісі бар. Ол кісінің біз саяси ұстанымында, көзқарасында қақымыз жоқ. Бірақ осындай бір саясаткер бар. Біз оның саяси ұстанымын дұрыс не қате деп айтпаймыз. Компартия оны терістесе өз шаруасы. Ал сол кісінің бүкіл туыс туғанын, 40-50-ге таяу отбасы мүшесін, жамағайын туысын, тіпті бұрынғы күйеуін, ал одан болған баладарының бәрін түрмеге қамап, осы әр жылы соның баладарын өзінің туған анасына қарсы сөйлететін бір керемет тырнақша ішіндегі аталмыш сұмдық дәстүр, ол тек жер шарында Қытай компартиясында ғана бар. Қандай бала өзін баққан, қаққан, онай омыртқасын үзіп көтерген, ақ сүтін беріп асыраған анасына қарсы сөйлейді. Ол тек Қытай компартиясы басқарған жерде ғана мүмкін. Жер шарында ешқандай мемлекетте ондай тарих жоқ. Мысал, тағы да мысал келтірем. Албаты бір мысал айтайықшы. Анау дамымаған, өспеген, орташа артта қалған деген елдерді мысал келтірейік. Мысал, Индияны айтайық. Индияда біреу мемлекеттік ұлттық телеарнаға, яғни China Global Television Network деген сияқты India Global Television Network'ке шығып, яғни Индия әлемдік халықаралық телеарна жүйесі дегенге шығып алып, менің туған анам оңбаған, ол қашып жаңағы Америкаға кетті, ол қашып Еуропаға қашты деген бір үндісті көрдіңдер ма? Жоқ, көрмейсіңдер. Себебі Индияда демократиялы. Мүмкін оның жан саны миллиард Қытаймен ұқсас, мүмкін ода жаңағы экономикалық даму жағы Қытайдан артта қалған шығар. Бірақ онда демократия бар. Кем дегенде ол жалғыз партиялы, дара билеуші диктаторлық жүйедегі ел емес, салыстырмалы түрде. Ал сонда өзінің анасына қарсы баласын сөйлетіп қою, және оның бүкіл туыс туғанын қамап қою, ол тек Қытай компартиясының патенті. Жер шарында ол Қытай компартиясының патенті. Қытай компартиясы деген бұл тажал, кешегі Маркстің тәрбиелеп өсірген, сосын Энгельстер ізін жалғастырған, арғары Лениндер құрған осы коммунистік жүйенің ізбасарлары.
компартияны билікке әкелгенде сол Ленин, Сталин болатын. Шанхайда алғаш Қытай компартиясын құру үшін 3 еврейді жіберіп, анау Сахалин арқылы, жаңа қиыр шығыс арқылы, еврейлер арқылы Қытай компартиясы ең алғаш кемеде жаңа бірнеше адамдық жиналысын өткізіп, артынан қудаланып, соған бүкіл Қытай компартиясына қаржылай көмек жасағанда осы орыс болатын. Ал Лениннің ізін ары қарай Сталин жалғастырып, Сталин өлгенде Мао Цзедоңның қайғы тұтып, көкірегі қарс айылып еңіреп жылайтында сол, себебі оны адам қылған билікке әкелген Сталин еді. Сталиннен кейін дүниенің төрағасы мен болам, бүкіл әлемдегі коммунизмнің бұдан кейінгі рухани лидері мен боламын деген Мао Цзедоңның Сталиннің орнын басқан Хрущевпен айғай-шу болып, екеуі анау Бейдайқыда жатып алып, теңіздің бойында төбелесіп, ең соңында Қытай мен орыстың екі жаққа кететінін білеміз. Бұл да бір тарих. Бұның барлығын біз кезінде 1001 сапарда жаздық, бұл арада айтпаймыз. Ал сол Қытай компартиясы, сол коммунистік жүйе, міне көрдіңіз ба, туған баласын шешесіне қарсы, сен оңбағансың, сен отанды саттың деп сөйлетеді. Ал жер шарында 200 мемлекет бар, соның ішінде тіпті анау біз менсінбейтін, артта қалды дейтін дара билеуші елдердің қайсысы баласын алып, бүкіл туыс туған 30-40-ын түрмеге қамап, және оның ішінен жарып шыққан баласын шешесіне қарсы сөйлетті. Ең артта қалған Африка елдерін алшы. Жоқ. Бұл тек Қытай компартиясының патенті. Ал енді арысына таман барайық. Кешегі өткен Мао Цзедоңның заманда 1966 жылы басталған 1976 немесе 78-де әзер аяқтаған әлемге әйгілі культурный революция деген бар. Cultural Revolution, қытайша Вэнхуа Дагмин дейді, қысқарты ВНГ дейді, қазақша мәдениет зор төңкерісі дейді. Ал осы мәдениет зор төңкерісінде Қытайда 78 миллион адам өлтірілген. 100 миллионға таяу. Есептей беріңіз. Бұл тағы халықаралық ізденушілердің, немістің және ағылшынның ізденушілерінің Қытайдағы сол кездегі құпия деректерді негізге ала отырып жасап шыққан ақпараты. Бұл тағы алдағы уақытта Қытай компартиясы егер демократияланып, Қытайда демократияның бір ыстық лебі бола жатса, бұл деректер тіпті де көбеюі мүмкін. Себебі ол кезде Қытайдың жан саны ең көп Хэнань, Сычуан провинцияларында бір ауданда бірнеше мың ғана адам қалғандығы туралы деректер бар. Бұл тек қазірге дейін батыс ақпаратында сол заманда мына ауданда мұншама гектар жер болған, мұншама мың адам жиналыста қатынасқан, бірақ сол Қытайдың Мао Цзедоңның қырғынынан кейін мұнша адам қалды деген есептеп болжап шығарған санағы. Ал сол мәдениет зор төңкерісінде Қытайда бірге туған аға бауырды бір-біріне жала жабуға мәжбүрлеу оқиғасы ең көп болды. Балаларын білегіне қызыл борлат, қызыл мата байлап беріп, жас төңкерісшіл деп атап, өзінің арғы ата-бабаларына тіл тигізуге, немесе ата-анасының айыбын ашкерелеуге шабыттандырды. Сонда қаншама Нақұрыс пен Делқұлы Қытай компартиясының сөзіне сеніп, менің ата-анам діндар, олар үйде жаңағы бұт сатуаға табынады, олар жаңа компартияның құдайсыздығына, атеистігіне сенбейді деп қанша Қытай өзінің ата-анасын өзі атқызып жіберді. Оны батыр атағын берді әуелі. Бұл деген өстіп өзінің ата-анасының теріс пиғылдарын, ана бұтқа табынатындығын әшкерледі деді. Ал ол тура сол кезде мұсылмандар жасаған Шыңжаңда да, қазақ ұйғырдың арасында да, Дұңғанның арасында да болды. Біздің ата-анамыз тамақтан бұрын немесе кейін бет сипайтын, дұға жасайтын деп қанша топас қазақ, қаншама шайтан кіріп кеткен қазақ өзінің, немесе басқа мұсылман қауым өзінің ата-анасын оққа байлап, отқа ұстап берді. Ал тарымға кеткен, жаңағы барса келместің құмына барған қазақтың зиялысында қисап жоқ. Үрімшідегі Шыңжаң университетінде бір кластағы 30 баладан жалғыз өзі қалып, 29-ын қаматып, соттатып жібергенді де біз зиялы деп күні кешеге дейін солардың кітаптарын оқып жүрген жоқпыз ба? Олардың барлығын ертең ұрпақ тарихты ашады деп ойлаймыз. Бейне біздің қазіргі Қазақстан қоғамдағы аталмыш ақын жазушы зиялылардың да ұлт мәселесінде үнсіз қалғаны сияқты, сол мәдениет зор төңкерісі кезінде де аталмыш зиялылар бірін-бірі сатып, бірін-бірі отқа қақтап, оққа ұстап берген болатын. Тура сол кезде соның бәріне себеп болған адамның нәпсісін оятып, шайтанын шалқытқан сол Қытай компартиясы еді.
Енді сол Қытай Компартиясының сол ежелгі дәстүрі 68-ден 76-ның арасында қаншама мейлі қазақ болсын, мейлі ұйғыр болсын, мейлі Қытай болсын, солардың жанын жалмады, ақиқатты тұншықтырды, ал адамдардың ең қараңғы бетін асқындырды. Бұндай оқиғаны айта берсек, таңды таңға жалғауға болады. Естеріңізге салайық, бұл оқиға осы Қытайдағы осы 2016, 17, 18, 19-дағы саяси тәлім-тәрбие лагері деп аталатын фашистік концлагердің кезінде де өте жылдам етек алды. Іле Қазақ автономиялы облысының аудандарында әрбір қазақтың баласына Қытай тәрбиешілер жауапты болған. Сөйтіп баладардан үйде атанаң жеті шелпек пісіре ма, жұма күні үйде атанаң бетін сипай ма, сендер соны бізге айтып берсеңдер үлкен сыйлық береміз деп әрбір баладардан тексеріп анықтайтын болған. Үйлеріңде мынандай бір мата сияқты зат бар ма, жайнамаз бар ма, ал үйлеріңде өстіп жаңа бет сипай ма, осындай бір түсініксіз тілде бірдеңе оқыла ма, күбір сыбыр бола ма, анда-санда белін бүгіп еңкейіп, анда-санда маңдайын жерге тигізе ме деп тұрып сұраған. Өстіп жүріп қаншама қазақты обалды қылды. Аңқау сәби білмей, бетін сипайып кеше шелпек жедік деп айтқан үшін қаншама қазақтың ата-анасы сотталып кетті. Оның дәлел деректерінің барлығы бізде берілген, оның барлығын біз әлемдік ақпаратқа жариялағанбыз. Сөйтіп, ақыл есі әлі толмаған бала арқылы ешқандай сотсыз дәлелсіз сотталған қазақ осы бірнеше жылдың алдында да болды, және аз болған жоқ. Ал сол мәдениет зор төңкерісінде Компартия қызыл өрден тағып, мойнына қызыл қарғыбау тағып, қойнына қызыл партбилет беріп, білегіне қызыл борлат тағып қойып, қызыл батырсың, жас батырсың деп есіртіп, құтыртып, қаншама қазақты өзінің туған баласының қолыменен қор қылды, жоқ қылды, отқа тастады, оққа байлады. Анау атасы басқа ешқашан көрмеген тарымның құмына айдап, сол арада өмірін қор қылды. Қазақтың қаншама марғасқасы, зиялысы, нағыз ұлтжанды, ұлтшылдары сол тарымда өлген жоқ па? Ал тірі қалғанның өзі бізге сол заманның сұмдық қасіретін ақ қағазға түсіріп бізге мұра ғып жеткізген жоқ па? Айналайын, осы қазақтың әлеуметтік желісінде жаңағы Қытайдың әлемге арнатқан ақпарат көзі, яғни үгіт насихатының көзі болған CGTN-дегі видеоны жапа-тармағай аударып, Сайрагүлді қаралап, жалалап жатқан барша Қытайдың жалдамалы жазғыштары. Мен Сайрагүлді мінсіз демеймін. Сайрагүлді анау-мынау демеймін. Бірақ Қытай Компартиясының бүкіл адамзатқа қарсы қылмысын, туған баласын туған ата-анасына қарсы айдап салатын, жер шарының ешқандай жерінде жоқ, тек өздеріне ғана тән патенттік сұрқия сұмдық қулықтарын және әпеке сіңліні бір-біріне айдап салып, оны мемлекеттік ұлттық әлемдік телеарнадан беретін осындай бейшаралықтарын және сондай бір жиіркенішті ластықтарын, пәстіктерін, сондай бір адамзатта жоқ бір сұрқия қитұрқы сұмдықтарын осы қазақ тілді әлеуметтік желіде аударып жариялап, жарыса жариялап, жанталасып жариялап, ойбай Сайрагүл мынандай екен, анандай екен деп жатқан қазақтар және Қытайдың жалдамалы жазғыштары, сендерге ескертерім, естеріңді жиыңдар. Естеріңді жиыңдар. Тағы бір кісілерге айтам. Сайрагүл мейлі қалай болсын, мейлі кезінде кімді ренжітсін, ол Сайрагүлді зерттеу енді ол Американың құзыретінде. Майк Помпеоның қолын алып, Мелания Трамптың қолынан сыйлық алған Сайрагүл енді ол әлемдік тақырып. Ол күні кеше, күні түсіп, басына ауыр қара бұлт үйірілгенде қайнысы Нұрболат жүгіріп жетіп, менің жеңгемді Қытайға асырып жібермекші деп келген сол сәтте Нұрболат екеуміз Алматыдағы анау саяхат автобекетінің қасындағы Сино Ойл жаңағы жанармай құю бекетінде кезігіп, ойбай бұл не оқиға деп, одан арғарай оны сол жердегі бір кішкентай емханаға апарып, марқұм шешемнің ұялы телефонымен сол Нұрболаттың зарын видеоға түсіріп, оны әлемнің бүкіл елдеріне жіберіп, бүкіл жер шарын шуылдатып жіберетін сол бір күндерде
Сайрагүл өзінің басына осындай ауыр күн туатынын білді ме? Батыр болатынын, бүкіл адамзат баласына Қытайдың концлагер қылмысын ашатынын білді ме? Білген жоқ. Сайрагүл Қытайдан заңсыз қашып келгеннен кейін атышулы Серікжан Біләшұлының WhatsAppпен хабар жазыпты. Оны да кезінде сол Сайрагүл Сауытбай тұтқындалып кеткен күннің ертесі қайнысы мені іздеп тауып біз видео мәлімдеме таратып, оның ертесі Сайрагүл Сауытбайдың күйеуі Уәли Ислам және 2 баласы және қайнысы бәріміз отырып, мынау Абай менен Өтеген Батырдың қиылысындағы анау бюро деген мекемеде отырып баспасөз мәслихатын өткізгенде мен сол телефонды өстіп көрсетіп отырып, міне Сайрагүлдің маған жазған WhatsApp хабарламасы, өкінішке орай мен оны көрмеппін деп жариялағаным есімде. Онда сізбен құпия кездесіп сөйлесетін жұмыс бар еді депті. Осы мазмұндағы сөз. Ал маған күнде 10 000 хабар келеді, мен өйтіп құпия кездесем деген адамның бәрімен кездеспеймін. Телефондар келеді, 100 телефоннан мен оның бір кем дегенде бір 20-30% ғана алам, ал қалған телефондар жауапсыз қалады. Қазірге дейін сондай. Ал сонда Сайрагүлді егер біздің шекара қызметі тұтқындамағанда, ұлттық қауіпсіздік комитеті оны шетел асырып жібереміз деп ашық айтпағанда, Сайрагүл мүмкін сөйтіп жасырынып жүре берер ме еді? Немесе Қытайдың Қазақстандағы жалдамалы жазғыштары аталмыш Қытай мүддесі үшін жұмыс жасайтын, анау өзін-өзі Қытай диаспорасы деп атап, осы Қазақстанға жіберілген жаңағы колонияның колониалы секілді сезініп, өзін ертеңгі губернатор сезініп, немесе Қазақстанның президенті сезініп жүрген аталмыш Қытайшылдардың көсемдері сол кезде үлкен қателік өткізді. Мен мынау Қытайдың Қазақстандағы тыңшыларын айтайын. Сол мына көсемдерінің үстінен арыз жазыңдар Пекинге, қызметінен алып тастасын оны. Неге дейсіңдер ғой? Егер сол заманда мә деп бір 5 миллион долларды Сайрагүлдің қолына ұстатып, мә саған 5 миллион доллар деп Сайрагүлді разығып, мә саған 5 миллион доллар деп біздің аталмыш құзырлы мекемелерді беріп, мына қатынның үнін өшіріңдер, айғай шу болмасын, сендер де тиіспеңдер де, осыған Қазақстанның паспортын жасап бере саңдар, сенде тып-тыныш болайық, бізде тып-тыныш болайық дегенде, мүмкін Сайрагүл Сауытбай Қытайдың қылмысын ашпай, жаңағы Қазақстанның азаматтығын, паспортын алғанына қуанып, үйінде сиырын сауып тып-тыныш жүре берер ме еді? Жүре беру мүмкін еді. Себебі ол әйел, ол ана, ол баласын аңсап келді, күйеуін аңсап келді. Оған тыныш өмір керек. Ешкім жаңағы басын қауіпке тігіп, саясатқа кіріп, бите қояйын деген жоқ. Себебі ешкім дүниеге келген кезде мен осындай қатерлі іспен айналысатын саясаткер болайын деген жоқ. Оны осы жолға итермелеген сол Қытай компартиясы, Қытайдың билігі. Сайрагүл батыр болайын деп батыр болған жоқ. Ол шарасыздан, амалсыздан, Қытай компартиясының қыспағынан, және біздің мемлекет, біздің билік оған ие болып, оған сен енді тауасып, таспасып, арып ашып отаным деп келіпсің, бұтаға қорғалаған торғайда аман қалады, біз саған ие болайық, қорған болайық деп оның басынан сипай алмағандықтан Сайрагүл осы қадамға барды. Сайрагүлді осындай жолға итермелеген сол Қытайдың компартиясы, және осы мәселені жүйелі шеше алмаған мынау Қытайдың жалдамалы жазғыштары, итаршылары сендердің біліксіздіктеріңнен болды. Әрине Сайрагүл оқиғасында қаншама айтатын әңгімелер бар. Мысалға, жаңа ғана біз жігіттермен осы бір шайханада отырып, шай ішіп, сұхбаттасып отырғанымызда, яғни менің 2019 жылдың тұп-тура осы бүгінгі күні, міне қазір қанша болып кетті өзі, түнгі сағат наурыздың 10-і болып отыр. Дәл осы түнде мен барымталанып кеттім. Міне соған 1 жыл болды, тұп-тура 1 жыл. Сол барымталанып кеткендігіміздің 1 жылдығына орай жаңағы жігіттермен сұхбаттасып отырмыз. Оны арнайы еске алайық деген жоқ. Өзі сондай кездейсоқ болды. Тұп-тура былтырғы жігіттер, тұп-тура былтырғы соңғы мен тұтқындалудан бұрын бас қосып отырған жігіттер. Ал сол кезде бір нәрсені есіме түсті. Мысалы, былтыр Сайрагүл Сауытбай мен Қазақстандағы мынау Гоголь көшесі мен Сейфуллин көшесінің қиылысындағы, Гоголь көшесінің төмен жағындағы Уют дейтін қонақ үйде Сайрагүл Сауытбайдың мәселесі бойынша біз арнайы баспасөз мәслихатын ұйымдастырдық. Ол кезде Сайрагүл Сауытбайдың жаңағы босқын мәртебесі берілмей Қытайға қайтарылу қаупі туып тұрған кез. Бірақ әлдекімдердің қыспағы мен қоқан-лоқысынан, үрейінен, жаңағы үйіне келіп, әлдекімдер көзіне шұқып кетіп, сен үніңді өшір, Атажұртқа жолаушы болма, Серікжанға жолаушы болма деген үрейінен Сайрагүл Сауытбай сол кезде не істерін білмей дағдарып жүрген кез. Ол шындық. Дәл сол шындық.
Сосын жаңағы қонақ үйге келеміз, бүкіл шетелдің тілшілерін шақырамыз. Қазақстандағы және бір кейбір шетелдің тілшілеріне күні бұрын алдырып қойғанбыз. Ол әрине бір-екі күнде бола қойған жоқ. Сөйтіп, осы күні жаңағы баспасөз мәслихаты болады деп сол жерде отырған кезде Сайрагүл Сауытбай бізді қонақ үйдің мына жерінде отырғызып қойып, өзі артқы есігінен шығып, кешіріңдер, менің осындай оқиғам болды деп сол баспасөз мәслихаты өтпей қалған. Яғни Сайрагүл сол кезде батыл шешім қабылдай алмай, Атажұрт еріктілерін бір емес екі мәрте жаңағы баспасөз мәслихатынан өткіземін деп шешім қабылдап, жөпелдеме келгенде әлде бір құзырлы мекеменің адамдары қоңырау шалып үркітті ма, қорқытты ма, осығанға дейін белгісіз қонақ үйдің екінші есігінен шығып кетіп, біз сол қонақ үйде сарылып күткеніміз, бір күн уақытымызды өткізгеніміз әлі есімізде. Бұл жерде біз оны Сайрагүлдің бір міні қылып айтып отырған жоқпыз. Көз алдың елестет. Ол бізді алдайын деп алдаған жоқ. Ол да әбден тығырыққа тірелді. Не шешім қабылдайын білмейді. Мына жақтан біреулер оны, егер сен менің сөзіме көнбесең, айтып жіберем, бүйтіп жіберем, Қытай асырып жіберем дейді. Екінші біреу арбайды, сен менің сөзім бойынша жүрсең, мен сені аман сақтап қалам, қорғап қалам, азаматтық алып берем дейді. Содан Сайрагүлдің басы қатады, біресе біздің көмегімізге жүгінгісі келеді. Ал біздікі тек қана ашық ақпарат, әлемді шулату, батыс ақпаратын көтеру, әлемдегі адамдық құқық ұйымдарына дабыл қағу. Бізде одан басқа жол жоқ. Елдер айтпақшы арандату деген сияқтыға келіңкіреп қалады. Ал Сайрагүл бір осы екі жолдың ішінен шулатпай, үндемей, сыбырлап жүріп бітіруді ойлады ол кезде. Бірақ ондай тәтті жол, ондай жұмсақ жол жоқ. Жеңіске жету үшін әрине басыңды тауға да, тасқа да соғасың. Дәл сол кездегі Сайрагүл болса, менің басыма сондай күн туғанда, мен де сөйтіп дағдарып кімге сенерімді білмей қалуым абсолютті болар еді, солай болар еді. Себебі батыр да ешқашан бір жолда мен батыр болам демейді. Адамдардың бәрі солай. Мысалы, өткенде әзілдеп қалың бір топ жігіт отырдық. Елдер айтады, жаңа Қаракерей Қабанбай қазақтың қас батыры, қазақтың хан батыры дейді. Иә, мен айттым. Ол 16 жасында жауға шапқан. Ол қайтып батыр болды, білесің бе деп әзілдедік. Айтшы дейді. Мен айттым. Қаракерей Қабанбай Жоңғардың қалың қолына қазақтармен бірге барды. 16-ға әрең толған, бұғанасы қатпаған жас бала. Кем дегенде қазақтар жаумен жекпе-жекке 20-ға толмай, бір-екі бала сүймей әдетте сала қоймайды батырларды. Бұғанасы қатсын дейді. Ол қарат 40-45-тегі жаңағы тәжірибелі бәленбай соғысты көрген ағалары үнсіз отыр, қалмақтың батырынан қорқып. 30-35-тегі бергі ағалары, олар да дірілдеп, тізесі дірілдеп отыр қорқып. Ал 20-25-тегі ағалар тіпті шошып отыр. Сосын намыстанған Қабанбай чу деді де Қубас атына мінді де жауға қарсы шапты. Алдыңғы үлкен ағалар, орта ағалары, одан бергі өзімен тетелес ағаларына дейін үнсіз қалғанда, 16-тағы Қабанбайдың жауға шаппай шарасы қалмады. Яғни Қабанбайда шарасыздықтан батыр болды деп бір әзілдегенім бар болатын. Қаракерей Қабанбайдың кітабын бала күннен оқып өстік біз. Біздің қарттарымыз, біздің аталарымыз, біздің көкелеріміз сол Қаракерей Қабанбайдың барлық соғыстарын бізге жатқа айтып беретін. Мына тауда мындай соғыс болды, мына тауда мындай батыр қайтыс болды, мына жерде бәленбай деген тайпа елдің мұншама батыр жатыр деп қаншама батырдың басына барып Құран оқып қайтқанымыз есімізде. Сол шарасыздықтан батыр болғаны сияқты Сайрагүл Сауытбай да бұл батырлыққа бірден келе қойған жоқ. Мен осы Қытайдың қылмысын ашайын деп шекарадан қашқан жоқ. Ол ең алдымен сол еркіндік үшін, бостандық үшін, жанына қысым туғанда жан сақтау үшін екі баласымен өзінің Құдай қосқан қосағына жету үшін шекара бұзып өтті. Артынан шарасыздан осы жолға барды. Егер Сайрагүлге біздің құзырлы мекемелер, мынау Қазақстанның көк паспорты енді тып-тыныш отырда, бір жеріңді қыс деп айтқанда, Сайрагүлде ешқашан Қытайдың қылмысын аша қоймауы да мүмкін еді. Себебі оған керегі тыныш өмір болатын. Бірақ сол тыныш өмірді біз оған бере қоймадық. Яғни, бұл сценарийдің авторы сен демессің, мен демеспін. Бұл сценарийдің авторы Құдай. Сайрагүлді батыр қылған Құдай. Енді бір нәрсені айта кетуге болады. Сайрагүл мінсіз пенде емес деп жаңағы сөзімізден шығып кетті. Тура, ол да сен сияқты, мен сияқты шикі үстемген пенде. Оның жеке нәпсісі бар, пенделігі бар. Ал Сайрагүл ары қарай саяси додаларға барып, ендігі болашақта ол осы батыр қалпымен жүре бере ме, жоқ ары қарай ол адаса ма? Оны ешкім білмейді.
оны бір Құдай біледі. Ол мүмкін алдағы уақытта Қытайлар оны қорқытса, арбаса, туыс-туғандарын жаңағы қыспақ қалса, туыс-туғандарын көз алдында жаңағы шашлық қып пісіріп, қызып тұрған қазанға салып қайнатамын десе, Сайрагүл мүмкін Қытайға илігуі мүмкін ғой. Әбден мүмкін. Себебі бұл дүниеде бәрі де мүмкін. Бәрі де мүмкін. Қытайдың сұрқия сұмдығына төтеп беретін адам бұл жер бетінде өте аз. Ал Қытай билігі Сайрагүлді қорқытып, немесе алдап, арбап жеңе алмаса, онда жұмсақ күштерін жіберіп келіссөз жүргізуі мүмкін. Себебі Қытайдың жаңағы билігіне қарсы болған, компартияға қарсы болған қаншама саясаткер ең соңында сол Қытайдың ақшасына арбалып, ақшасына алданып, өзінің саяси ұстанымнан, райынан қайтқаны білесіздер. 89 жылы Пекинде болған студенттер көтерілісінің лидерлері де соңғы кезде Қытайдың жанды жерінен, жүрегінен найза сұқпайтын, анда-санда ғана бір мәудеп қоятын өтірік Аппасия болып шыға келген жоқ па? Саяси күрес туралы сіздерге сабақ өтпей қояйық. Күні кешегі бүкіл Қазақстан халқының аузынан қайтып кеткен өтірік Аппасиялер мен өтірік сайлауға қатысушылардың кім екендігін білсеңіздер, 30 жыл бойы халықты алдап, маймыл болып, әртіс болып, ел жұртты алдап келген аталмыш әулие әмбиелердің кім екенін білсеңіздер, шетел сахнасында да Қытайға өтіріктен қарсы болып, Қытайдың ақшасын алып, тек қана формалды түрде жұмыс істеп, Қытайдың жанды жерінен найза сұқпай, тек анда-санда жаңағы санынан, құйрығынан сипалаған болып, қытықтаған болып қана жүретін өтірік Аппасиялер Қытайларда жеткілікті. Тура сол сияқты болашақта алдыда не күтіп тұр Сайрагүлді, оны біз айта алмаймыз. Сайрагүл тіпті атажұрт еріктеріне қарсы адам болуы да мүмкін. Сайрагүл тіпті Қытай компартиясын мақтап өлең айтып кетуі де мүмкін. Оны ешкім білмейді. Сен де білмейсің, мен де білмеймін. Жер бетінде ешкім білмейді. Бақсы бәлгерің де біле алмайды. Себебі ғайыпты білу бір Құдайға ғана аян. Құдайдан басқа ешкім болашақты білмейді. Ол бүгін батыр болып, ертең райынан қайтып, қорқытумен, бопсамен, немесе ақшаменен алданып, арбалып, қателесіп, немесе өзі бір жерінен кетіріп, жаңағы әбден ырқынан айырылып, ертеңгі күні жаңағы Қытай компартиясының адал мүриті болып кетсе де, біз оған таңырқамаймыз. Себебі ол кем дегенде дәл бүгінге дейін, яғни 2020 жылдың 10 наурызына дейін, міне түнгі сағат дәл қазір 4-тен 16 кетті. Түнгі сағат 4-тен 16 кеткенге дейін Сайрагүл Сауытбай Қытай компартиясына сатылған жоқ деп айтуға болады. Кем дегенде ол бүкіл әлем ақпаратына, бүкіл әлемдегі саясаткерлерге Қытай компартиясының зұлымдығын, яғни фашистік концлагердің қыры мен сырын жеткізді. Әрине, Сайрагүлден де басқа бөлек бізде батырлар жеткілікті болды. Мысалы, Өмірбек Бегалы. Өмірбек Бегалы Қытай фашистік концлагердің қылмысын ашқан кезде Сайрагүлдер әлі ол туралы ләм-мим деп ауыз ашпаған болатын. Өмірбек Бегалы Қытайдың ең сұмдық түрмесінде 8 ай болды. Оның отбасы, бала-шағасы Қазақстанда тұра алмағаннан кейін амалсыздан Түркия асты, міне бұл күнде Еуропада жүр. Ал осындай ағаларымыз, Қытай қылмысын ашқан алдыңғы буын ағалар, өзгелерге өнеге үлгі көрсетуші деп айтуға әбден болады. Ал осындай кезде біз тек қана Қытайдың лагерінің қылмысын Сайрагүл ашты деуден аулақпыз. Мысалы, Гүлзира Әуелхан. Ол өзі концлагер түрмеде отырған адам. Және ол мәжбүрлі ақысыз жұмысқа, құлдық жұмысқа жегілген адам. Және оның өзінің туған 2 қызы Қытайда әлі де үйғамақта отыр. Әлі де келе алмай отыр. Ал енді осындай өзінің тіке туыстарының, тіке шын жарып шыққан баладарының бар екеніне қарамастан, адамзат тарихындағы ең алғашқы Қытайдағы концлагер түрмелерде мәжбүрлі құлдық жұмыстың қыры мен сырын ашқан адам сол Гүлзира Әуелхан қызы болатын. Ендеше батыр әйелдің келесі сыйлығын Гүлзира Әуелхан алады деп айта аламыз. Одан басқа да Халима деген қарындастарымыз болды. Одан басқа да міне біздің нағыз атажұрт еріктеріне келіп Қытай концлагерінің қылмысын ашқан ең алғашқы ашушылардың бірі болған Орынбек Көксебек деген бауырымыз болды. Орынбек Көксебек сол Қытай концлагер түрмесінде отырып, денсаулықтан да айырылды. Оның басында мынау жұмыртқаның үлкендігінде белгісіз заттың бар екендігінде сол 2018-дің өзінде медициналық тексеруден сараптағанда шыққан. Ал атажұрт еріктілеріне мен тұтқындалып кеткенге дейін Орынбек келгенде кәдімгі
өз-өзінен тер басып, сүмектер болып терлейтін жүрегінің қысылатынын айтқанда, біздің өзіміз көзімізге жас алдық. Сені тезден шетелге жіберіп, емдетейікші деп жүрегіміздің ауырғаны белгілі. Ал Қайрат Самархан бауырымызшы, ол да Қытайдың қылмысын ашушы. Аманжан Сейіт бауырымыз бар. Ал одан кейін Қытайда қорлық көрген, Қытай компартиясы баласын мәжбүрлеп түсірген Күлзия Мөгдің қызышы. Ол да тарау-тарау дастанға тұздық болатын әңгіме. Ал Қытай қылмысын ашушы, кешегі Нұрлан Көктеубай, Бақытәлі Нұр бауырларымызшы, бұлардың барлығы. Ал одан басқа да шетелден келген зерттеушілер мен тілшілерге мен ашыққа шықпай құпия сұхбат берейін деп Қытай консулагерінің ең сұмдық ақпараттарын жеткізуші басқа да бауыр қарындастарымыз, аға әпкелерімізде қисап жоқ. Міне бұның барлығы батыс дүниесіне Қытай фашизмінің бетпердесін ашушылар. Ендеше Сайрагүл сол қалың Қытайға қарсы күрескендердің ішіндегі тәлейлісі, яғни бағы жанған, оңынан келген Сайрагүлдің Құдай берген бағы үстем болыпты. Алдағы уақытта біз екінші және үшінші Сайрагүлдерді батыс әлеміне жіберуге тырысамыз. Өкініштісі біздің қолымызда қаражат жоқ. Қазақтың қандай да бір марғасқа ұлы бұл жігіттердің жолымен визасын көтерсе, Қытай қылмысын әлемге ашам дейтін қазақта қисап жоқ. Мысалы, күні кеше ғана Майк Помпео Қазақстанға келгенде онымен бетпе-бет жүздескен Жеңісқан Зарқанұлы, оның әйелі мен ұлы Қытайдың фашист консулагерінің құрбаны болды. Денсаулығынан айырылды, 2 мәрте операция жасады, белден және мидан. Ал бір отбасы 2-ге айырылып отыр. Ал Қарақат Әбдешқызы, оның 3 баласының әкесі Қытайда ұзақ жылға сотталды, қайнатасы сотталды, 2 қайнысы сотталды. Бір әулеттен 4 еркекті соттап жіберді. Ал Бикамал Кәкен, оның күйеуімен, міне 2 қызымен, ол осында, күйеуі Қытайда үйғамақта отыр. Ал одан басқа Ақиқат Қалиолла, ол да Майк Помпеомен кездесуші. Сол Ақиқат Қалиолланың әкесін, шешесін, 2 ағасын қамап тастады. Әкесін тіпті ауыр қорлықта, азапта, тән жазасымен ұстап отыр деген ақпарат бар. Ал осылардың барлығы батыр. Қытай консулагерінің түрмесінің қыры мен сырын асушы өткендегі Астанада сұхбат жасаған жігіт. Және Астана, біздің Атажұрт-еркілерінің Астана каналында және осы Алматы каналда берілді Қытай түрмесінің сыры деген. Одан басқа да бізге келіп сұхбат берген соңғы кездегі жігіттердің барлығы батырлар. Алдағы уақытта біз соны батыс әлеміне жеткізуге тырысамыз. Сайрагүлді біз шексіз әулие, шексіз мінсіз демейміз. Тек біз Қытай фашизмінің қылмысын ашу үшін Сайрагүлді жан таласып қорғадық, қолдадық. Тіпті Сайрагүл шекарадан қашып өткен сол күнді қазақтың батыр қыздарының мерекесі деп бекітейік деп тұрып айттық. Ондағы мақсатымыз бүкіл қазақ халқын осы Қытайға қарсы, Қытайдың фашизміне қарсы ояту болған болатын. Себебі Сайрагүл оқиғасы болған кезде Қазақстанда Қытайшылдардың құтырып тұрған кезі, әлеуметтік желіде Қытайда ондай болған оқиға болған жоқ. Бұның барлығы жарқын жеті Серікжан Біләшұлының Атажұрт еркілерінің арандатуы деген мақаладар жарияланып жатты. Ол мақаладарды Абай газетте тағы басқаларда жариялады. Білесіздер, бұндай дүние өте көп болды. Оның қайсы бірін айтасыздар? Бізге қарсы болып жатқан мынау Қытайдың жалдамалы жазғыштарында қисап жоқ. Сондықтан олардың атын тіпті есте де тұрмайды. Күні кеше бізге жала жапқандардың барлығы да сол кезде бізді қаралаушылар болатын. Мені тұтқындатып, ұстатып жіберген, анау басы жаңағы аттарын айтайын ба, айтпайын ба болды, айтпай-ақ қояйыншы. Солардың барлығы сол кезде осы Қытайды судан, тұнық сүттен ақып көрсеткенін білесіздер ғой. Ал не айтамын? Сайрагүл қазірге дейін қазақтың батыры. Ол енді саяси сахнада. Бірақ ода саяси біліктілік, тәжірибе жете қоймауы мүмкін. Ол қарапайым қазақтың қызы. Бірақ қалай болмасын, Құдай тағала оған осы тағдырды жазды. Оған осы Майк Помпеомен жүздесіп, Вашингтоннан барып, Мелания Трамптың қолынан сыйлық алуды, Еуропада өмір сүруді жазды. Бұл оның бақыты. Білесіздер, біз осы мәселеде кіммен алыспадық, кіммен жұлыспадық. Қазақстан қонақ үйінде Қытай түрмесінен шыққан қазақтардың баспасөз мәслихатын өткіземіз дедік. Азаттықты шақырдық, шетел тілшілерін шақырдық. Баспасөз мәслихатын өткізетін Қазақстан қонақ үйіне келсем, бір адам жоқ. Жалғыз Орынбек Көксебек жүр. Бір кезде Қайрат Самархан келді, ал басқалар келмейді.
Ал сол кезде мен солардың барлығына қоңырау шалып, ұрсатына ұрсып, бақыратына бақырып, ең соңында бәрі келген жоқ па? Сол кезде біз қанша адамды үгіттеп, насихаттап, тіпті көнбесе ызаға беріліп, айналайын-ау, сен түрмеден шыққанша мындағы ел жұрт жанын беріп, жан алып жан берді, ал сен түрмеден шығып ап енді аяқ астынан қорқасың, сонда сенің түрмедегі қалған жора жолдастарыңды кім құтқарады деп жүріп қанша адам шықты. Сөйтіп жүріп кімді ренжітпедік біз. Күні кеше Сайрагүл Сауытбайдың күйеуі біздің сөзімізді тыңдамай, екеуі тығылып, әлде біреулердің етегіне намаз оқып, біреуін еркек құдай деп, біреуін әйел құдай деп, біреулерге табынып кеткен кезде біз сол Сайрагүлдің күйеуіне де қатты-қатты сөздер айттық. Дәл осы арада егер осы видеоны көріп отырса, Уәли Ислам бауырымыздан мен кешірім сұраймын. Оның барлығы сол Сайрагүлді құтқару үшін болатын. Ей, Уәли Ислам, сен қараңғы түнде қолыңа бағасыз, шексіз асыл гауһар тасты ұстап алған қараңғы түндегі көр соқыр адам сияқтысың. Сен ана қолыңдағы тастың гауһар екенін білмейсің, оның бағасы асыл екенін білмейсің, сен соны сүрініп жығылып тасқа ұрып ана гауһарды тас талқан қылғалы тұрсың деп тұрып ұрысқанмын. Сайрагүл ертең бостандыққа шыққанда, Сайрагүл азаматтық алғанда, не босқын мәртебесін алғанда, мен оң қолыммен сені құттықтап, сол қолыммен құлақ шекеңнен бір қойып талдырамын, себебі сен мына айтқан сөзді тыңдамайсың, үйретіп тұрса білмейсің деп тұрып, сол Уәли Исламға ренжіген сөздерім, аудиозапистерім тұр әлі. Оны несін жасырайын? Бәрі де осы Сайрагүлді құтқарып қалу үшін. Сол Уәлимен сөйтіп телефонда айғайласып алып, ал қайтадан Сек аға бізге көмектесіңізші, не істейміз, басымыз қатты дегенде қайтадан құшақтап көрісіп, аудио, видео сұхбат жасағанымыз бүкіл елге аян ғой. Атажұрт еріктілері тіпті Сайрагүл Сауытбайдың қайта екі удай болып, біресе жаңағы өзін Қытайға қайтарып бермекші болып жүрген, оған қастық жасамақшы болған адамдардың сөзінен аса алмай қалған кезде, Атажұрт еріктілерінде қаншама адамдар болды, Сек аға енді осы Сайрагүлді тақырыбын көтермекші болды. Ол осыдан марқадан тапса тапсын дегенде, осы Атажұрт еріктілерінің ақсақалдары менен біз болып, сол Сайрагүл тақырыбынан ешқашан қол үзбейміз. Мейлі ол бізді сатып кетсе де, мейлі ол біздің ұсынысымызды тыңдамаса да деп, ең соңы осындай жақсы нәтижеге жеткенін бүкіл ел біледі. Атажұрттың үлкенінен де, кішісінен де сұрасаң бұның бәрін біледі. Бұл деген күрес. Күрес болғаннан кейін ренжісу болады. Күрес болғаннан кейін мына жолмен күресейік, ана жолмен күресейік деп болады. Күрес болғаннан кейін жебемен атайық, найзамен шаншиық деп таласатын құбылыс болады. Күрес болғаннан кейін жоқ, қылышпен барайық, қалқан алайық дейтін де болады. Сондықтан күресте ол бір-біріне көзқарас ұқсамастық деген табиғи. Бірақ қалай болмасын, біз жеңдік. Сайрагүл мәселесінде біз жеңдік. Біз сол Сайрагүлмен, Уәлимен, Сайрагүлдің бала-шағасымен қолымызды тастай қылып ұстасып, жаңағы қанша жерден бір-бірімізбенен пікір алауыздығымыз болса да, ең соңында табыс түрде жеңіп шықтық. Күні кеше Америкадағы Free Казахстардың қолынан Сайрагүл Сауытбай маған рахмет айтыпты. Оны естіп, сөздің шыны еңіреп тұрып бір жылап алдық, жасырары жоқ. Сайрагүл бізге рахмет айтқанда, жауларымыз мың жерінен жала жауып, марқұм болған анамызға дейін улы ашты тілдерін безеп, жер қойнында жатқан анамызға дейін өсектерін, жалаларын жауып, менің туыс туғандармен жаласын жауып жатқан кезде, біз сол Сайрагүл Сауытбайдың бізге айтқан бір ауыз жылы сөзіне еңіреп жылап жібердік. Қазір мына жерден тауып беріп тыңдатайық. Бұл интернеттен сіздер Еркін Қазақтар деп іздесеңіздер, сол Еркін Қазақтар деген YouTube каналында тұр екен. Еркін Қазақтар деген YouTube каналда. Еркін Қазақтардың осы админ жігіттерін айтайық, егер рұқсат етсеңіздер, бұл видеоны бізде осы өзіміздің YouTube каналға жүктейік. Міне жолғы Америкадағы сапарымыз Алла екінші менің қазақ еліндегі барлық проектте жұмыс жасап жүрген қалың қазақ
Тыңдаңыздар. Және сондағы баршаңызға барлық ақ тілектеріңізді мен аямаған, түрлі көмектеріңізді аямаған, маған қолдау білдіріп үлкен рухани күш-қуат сыйлаған менің барлық қандастарыма, қазақ еліне, халыққа үлкен рахметімді, алғысымды білдіріп үлкен сәлем жолдаймын. Кешігіп шығып жатырмын, кешірім сұраймын барлықтарыңыздан. Онан кейін тағы бір қуантарлық жайт, біз үлкен маңызды адамдармен, үлкен лауазымды адамдармен кездесу өткіздік. Кездесуде болдық, олар ол кісілер мені қабылдады. Осы барыста біз осы Атажұрт ұйымының Сержан Біләшұлы ағамыздың еркін жұмыс жасауына қолдау білдірулер, осы Атажұртты тіпті де қолдаулары, халқа жақтан үлкен қолдау білдірулері айттық, өтініш жасадық. Онан кейін тағы Еуропада осындай бір заңды ұйым ашып отырған Өмірхан Алтын ұлы қазақтың осы бір үлкен же болғаныма бірінші Алла, екінші менің қазақ еліндегі барлық жанашырларым, менің халқым, сіздердің дұға тілектеріңіз, сіздердің қолдап қуаттауларыңыздың арқасы менің осы күнде Еуропада отбасыммен бірге аман есен өмір сүріп жатқаным барлықтар сіздердің осы ақ тілектеріңіздің арқасы. Өздеріңізге қарыздармын. Мен қайда жүрсем де сіздердің тілеулеріңізді тілеп жүремін, қазақ елінің тілеуін тілеймін. Мен қайда жүрсем де қазақ болғаныма мақтанамын және қазақ болып қала беремін. Осы барыста басын аяқ мені қолдап, менің осы қиын тағдырымды бүкіл әлемге алғаш болып ашқан Атажұрт еріктілері Сержан Біләшұлы сияқты менің батыр ағама үлкен алғысымды білдіргім келеді. Сіз өте керемет жансыз. Атажұрт ұйымының жанындағы бірге жұмыс жасап жүрген қалың менің қазақтың батыр ұл-қыздары, барлықтарыңа үлкен рахмет. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін, жалғасты күресіңіздер. Сіздер көп үлкен жұмыстарды жасап жатырсыздар. Осы географиялық саясатты ашуда үлкен рол ойнадыңыздар. Сержан аға, деніңіз сау болсын, отбасыңыз аман болсын. Біз қашанда шетте жүрген қазақтар өзімізбен мақтанамыз. Менің сүйікті адвокатым Айман Омарова, өзіңізге де мың алғыс. Қазақтың батыр қызы. Және сондағы баршаңызға барлық ақ тілектеріңізді мен аямаған, түрлі көмектеріңізді аямаған, маған қолдау білдіріп үлкен рухани күш-қуат сыйлаған менің барлық қандастарыма, қазақ еліне, халыққа үлкен рахметімді, алғысымды білдіріп үлкен сәлем жолдаймын. Кешігіп шығып жатырмын, кешірім сұраймын. Еркін қазақтар деген YouTube каналына тіркелсеңіздер, оның бәрін көре аласыздар. Ал бұл жерде не айтамыз? Қазақтың батыр ұлдары мен қыздары бар. Міне жерде Өмір Бегәлі бауырымыз тұр. Латынша OMIR Бекәлі. Бұл да осы Қытай консулдігінің ең алғашқы қылмысын ашушы батыр. Бізде батыр көп. Барлық лагердің қылмысын ашық немесе жасырын түрде сұхбат берген, жария немесе жасырын бізге келіп, осы ақпараттармен қамдаған барлық қазақ батыр. Егер бізде мүмкіндік болғанда, ертең сондай бір демократиялық қоғам орнағанда, біз осы азаматтардың барлығына бір-бір көші аттарын береміз. Барлығына қазақтың тарихында қалатындай тасқа қойып тұрып, атын алтын әріптермен жазып тастаймыз. Қытай фашизміне қарсы күрестегі осы барлық куәгерлер қазақтың батырлары. Соның ең басында Сайрагүл Сауытбай тұр. Сайрагүл Сауытбай біздің күресіміздің, біздің еңбегіміздің, біздің жұмысымыздың ең биік нүктесі деп айтуға болады. Мен тағы бір нәрсені айтамын деп отырмын. Сайрагүл туралы айтатыным. Сайрагүл, Атажұрт еріктілер жабылмақшы болып тұр. Жаңа әлгінде айттық, біз биік орындарда Атажұртқа көмектесу туралы әңгіме қозғадық дейсің. Ендеше үздіксіз қозға.
Біз мынау келіп кететін жігіттердің жолына да ақша төлей алмай отырмыз. Алматы мен Астанадағы офисіміздің арендасында төлей алмай отырмыз. Компьютерші жігіт қыздарымыздың арызды жаңағы компьютермен жазып берушілердің айлығын төлей алмай отырмыз. Тіпті мынау интернеттің ақысы. Себебі біздің айналамыздағы жігіттер бізбен бірге 4 жыл далбақтады. 4 жыл. Бәрі шаршады. Енді жаңағы бір сөз бар еді ғой, енді ең дамбалымды сатам ба деп айтатын. Сол сияқты бәрінің ең соңғы мүмкіндігі сарқылды. Ал біздің өзіміз қол қойып, ана жерден қарыз алып, мына жерден қарыз алып, енді қазір бізге тіпті қарыз беретін де ел шықпай қалды. Қазақтарды білесіздер, біз енді көшпенді мал шаруашылығынан осы күні кеше ғана арылған елміз. Отырықты халықтар болатын болса, біреу ұйымдасады. Себебі отырықты халықтар болу үшін ана жақтан кәріз қазу керек, тоған қазу керек, арық пен су әкелу керек, ұйымдасу керек. Жаңағы еккен мақтасын, бидайын, күрішін ұйымдасып тұрып, жігіттер жаңағы кәдімгі керуен болып тартып, басқа жерлерге сату керек. Бұның барлығында ұйымшылдықты керек қылады. Ал қазақтардың өмірде ұйымшылдық жаугершілік заманнан басқа кезде керек болмайды. Жаңағы өзінің киімін өзі тігіп алады, өзінің қайсын өзі есіп өріп алады. Жаңағы өтіп ұйымдасып 100 жігіт болып, 1000 жігіт болып барып, жаңағы тауды тесіп, өстен қазып, арық әкелетін құбылыс қазақта сирек болды. Сөйтті де бізде әр қазақ өз алдына батыр, өз алдына дара, ешкіммен ешкім одақтасып, ұйымдасып, сен ананы істе, мен мынаны істейін, сен оңға бұралатын бент бол, мен солға бұралатын бент болайын деп бір үлкен күш болып ұйымдасу бізде аздау. Сондықтан да шығар бізге міне соңғы кезде жаңағы әбден дағдарып отырмыз. Ал енді Атажұртты 2 рет сатып кеткенін білесіздер. Тіркеп алып, сол тіркелген ұйыммен дымдас істемей, өкімет тіркеп берген қағазын құшақтап, таңбасын жастанып жатқан жігіттердің 2-3 бар. Солар міне қазақтың басына ең ауыр күн туғанда, міне осы сол қазаққа еңбек етудің орнына, сол арзан атаққа малданып, осындай бір ұйымды тіркеп алсам, жаңағы боқта қолынан келмейтін ұйымның төрағасы болып алсам, мен абыройлы болам, атақты болам деп ойлады. Біреулер ойлады, жаңағы осындай бірдеңенің төрағасы болуды, президент болу деп. Ал бірақ халықтың алдында ит сүйреген тулақтай болып айдалада қаңсып қалғандарын өздері де енді біліп, сезіп, кеш болғанын біліп, бармақтарын қарс-құрс шайнап отырған болар деп ойлаймыз. Ал бізді, егер біз тіркелген жағдайда бізге тиым салмағанда әлдеқандай көмек жақсы болар ма еді деп ойлаймыз. Ал жаңағы әйбөпелер енді бұл күнде тіркеуін тіркеп алып, жаңағы биліктің айт дегенін айтып, абыройдан да айырылып, ел жұрттың бәріне сүйкімсіз болып отыр. Сол жігіттердің егер болды біз жаңылдық, жаздық, мына ұлт мүддесі маңызды екен, төрағалықтан да тойдық, ешқандай офисі жоқ, ешқандай жаңағы жұмыс істемейтін, бір адам барып арыз бермейтін төрағалықтан жаңылдық, мына ұйымды сендер алыңдар дей жатса, онда оларға отыра қалып алақанымызды жайып дұға қылғаннан басқа біздің басқа жаман ойымыз жоқ. Ұлттың мүддесі бәрінен маңызды ғой. Енді сөйтіп атақты еңбекпен емес, атақты арызқойлықпен, арзан жолмен аламын деген ақымақ бауырларымызға ақылды табыңдар, ақиқатқа қайтыңдар дегіміз келеді. Басқа сөзіміз жоқ. Сайрагүл, сен егер Еуропа мен Америкадан бізге көмектесе жазсаң, құба-құп. Біз қатты қиындықта қалдық. Тіпті өзіміз осы Атажұртты жабамыз деп жариялағанымыз ол да шын. Атажұрттың жақсы жаңалығын, Атажұрт жеткен жетістікті жазбайтын, айтпайтын, бірақ Атажұрт өстіп фашизмнің, Қытай фашизмнің осыншама дәлел фактісін тапты дегенде жұмған жақтарын ашпайтын қаншама медиа ойбай деп жерден 77 қоян тауып алғандай болып, Атажұрт жабылатын болды деп жарғақ құлақтары жастыққа тимей зар-зар етіп отырғанын бәршәміз білеміз. Ендеше Атажұртты жаптырып алмайық. Біреулер шелекте үйім бар, соны офис қып алыңдар дейді. Біз 100 километр алыстағы шелекке барып қайтып жұмыс істейміз. Тұтас команда Алматының айналасында. Біреулер Талдықорғанда үйім бар, Талдықорғандағы ұйымды офис қылып жұмыс істе дейді. Ниеттеріне Алла разы болсын. Егер шынайы берем дейтіндер болса, тегін офиспен қамдайым десе, осы Алматы қаласының маңы болса қатып-ақ кетер еді. Тегін офисте отырып жұмыс істесек, жігіттердің келіп кеткеніне де жолына да тиын тебенді де ептеп табар ма едік. Бізді бастысы қинап тұрғаны осы қаржы мәселесі болып тұр. Барлықтарыңызға не айтамыз енді? Сайрагүл туралы біз Сайрагүлдің өмір баяны деп бірнеше ақпарат шығардық. Оны көрерсіздер. Міне жерде тағы бір ақпарат жарияланып тұр екен. Бұл енді Қытайдың сыртқы істер министрлігінің жаңағы мәлімдемесі екен. Қытайдың сыртқы істер министрлігінің
наурыздың 6 күнгі сайтында Қытайдың сыртқы істер министрлігінің спикері Жау Лижан Шыңжаңда тұратын Сайрагүл Сауытбайдың Американың мемлекеттік істер бас хатшысы Помпеоның қолынан батыр әйел сыйлығын алуына қатысты өзінің наразылығын білдіріпті дейді. Наразы бола берсін, керек болсаң асылып қал дейді. Ал енді міне жерде тағы бір ақпаратты айтайық. 2019 жылдың декабрінің 3 күні дейді. Бұл Қытайдағы жаңағы Beijing Review сайтында жазған. Онда да осы Сайрагүл Сауытбай оқиғасына байланысты біздің 2019 жылда жаңа қаптаған қалың тілші Нью-Йорк Таймста жазған мақалаға қатысты Қытайдың спикерінің сөзі екен. Қытайдың спикері айта береді ғой, мынау Қытайдан қашып келген екі жігіт Қастер Мұсаханұлы мен мұрагер Әлімнің сотына байланысты оларда бір өткенде бір бұл жерақ бірдеңе жариялап деген, соны әне аударып лекция сөйлейміз, міне аударып лекция сөйлейміз деп ақыры ұмытып кетті, уақыт өтіп кетті міне. Онда да біз Қазақстан жақпен осы қашып кеткен қазақтар туралы, оларды өткізу туралы келіссөздер жүргізіп жатырмыз деп жариялап деген. Енді Сайрагүлді де Қытайлар ептеп алып қайтпақшы болды, білесіздер, оның бәрін қайталамаймыз. 2019 жылдың 20 февралында менің сөйлеген атақты лекциям бар, оны барлықтарыңыз біліп отырсыздар. Сайрагүлді Қытайға қайтармақшы деп ойбайды салып бүкіл жер әлемге жар салғанымыз естеріңізде шығар. Ал енді соңында да осы лекциядан кейін ертесі Сайрагүл Сауытбай туралы сұмдық ақпарат. Батыстық ақпарат құралдарының Қытай Халық Республикасында тұратын өкілдері Сайрагүл Сауытбай оқиғасына жіті назар аударатындығын баршаңыз білесіздер. Сол Қытай мен батыс елдерінің ортасындағы келісімге сай, Қытай территориясында тұруға, журналистік қызметпен айналысуға рұқсат алған батыстық ақпарат құралдары Қытайдағы демократтық идеядағы өздерінің кәсіптес істестеріменен сұхбаттасу барысында таңғажайып ақпаратқа ие болғанын кеше түнде маған жеткізді. Олар Сайрагүл Сауытбай туралы бір таңғажайып ақпаратты маған айтып, осының шын өтірігін анықтауды өтінді. Ал мен қазірше бұл ақпаратқа өз тарапынан ешқандай жауап бере қойған жоқпын. Батыстық журналистердің Қытайдағы таныс дос жарандары өздерінің үшінші таныс дос жарандары арқылы Шыңжаңдағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің жауапты адамдарымен сөйлесу барысында бейресми ортада Шыңжаңның ұлттық қауіпсіздік комитетінің адамдары өте сенімді түрде қазақтар Сайрагүлді бізге қайтарып береді, әлі қарада тұр, біздің адамдарымыз қауырып жұмыс жасауда, олар Сайрагүлді жек көріп, ең соңында өздері қол аяғын матап, байлап, Қытайларға тапсырып беретін болады деп айтыпты. Бұл ақпарат үшінші адам арқылы менің құлағыма кеше түнде жетті. Мен бұл ақпаратты құпия сақтап қалуыма да болатын еді. Бірақ дәл қазір Қазақстан әлеуметтік желісінде Сайрагүл Сауытбай қызын қаралайтын, жалалайтын, оны қоғамға жек көрішті көрсетуге тырысатын, немесе Сайрагүл Сауытбайды Қазақстанда алып қалуға тырысатын атажұрт еріктілерін, немесе Сайрагүл Сауытбай оқиғасын ең алғаш батыстық ақпаратқа бірінші жеткізген Серікжан Біләшұлын, немесе Сайрагүл Сауытбайдың қайнысы Нұрболат Асаннан видео куәлік алғаннан кейін оны батыс ақпаратына бірінші жеткізген Серікжан Біләшұлының үнін өшіру үшін, немесе атажұрт еріктілерінің үнін өшіру үшін қазір бір немесе бірнеше топ қауырт жұмысқа кірісуде. Осы оқиғаларға анализ жасай келе, Сайрагүл Сауытбайдың Қазақстанда қалуы екіталай екендігін менің де жүрегім сезді. Сондықтан үшінші адам арқылы маған жеткен бұл ақпаратты көпшілік қауымға жариялауды жөн көріп отырмын. Шыңжаңдағы Қытайдың ұлттық қауіпсіздік комитетінің жауапты тұлғасының бұл сөзі
олардың қызметіндегі адамдардың Қазақстанда қауырт жұмыс жасап жатқандығын дәлелдеп беріп отыр. Ендеше айналайын қазағым, бұтаға қорғалаған торғайда аман қалады. Тұтас қазақ халқы болып, бұта құрлы жоқпыз ба? Екі қошақанын аңсап, шекара асып, басын қауіпке тігіп, шыбын жаны шүпірекке түйіп, отанына, ата жұртына оралған Сайрагүлге пана бола алмасақ, не үшін ел болып отырмыз? Қай бетімізбен қазақпыз деп айтамыз. Сондықтан, құрметті бауырлар, Сайрагүлге араша түсейік, Сайрагүлді қорғайық. 2018-дің жазында қандай белсенді болған болсақ, одан 10 есе, 100 есе белсенді болып, Сайрагүлдің тақырыбын қозғайық. Құзырлы мекемелерге, әлемдік қауымдастыққа үнімізді, хатымызды, талабымызды жеткізейік. Сайрагүлді Қазақстанда алып қалуға тырысайық. Құрметпен Серікжан Біләшұлы. 2019 жылдың 20 ақпаны кешкі сағат 18:30. Барлықтарыңызға белгілі, бұл ақпаратты Сайрагүл туралы сұмдық ақпарат деп жариялаған екенбіз. Жариялаған уақыты 2019-20 февраль екен. Білесіздер, соның арты Сайрагүлдің шетелге кетуі болды. Сайрагүл оқиғасында ерен еңбек еткен адамдардың бірі және бірегейі Өмірхан Алтын. Өмірхан Алтын қазақ халқы үшін ерен еңбек еткен адам. Осы Қытайдағы қазақ мәселесін дүниежүзілік қазақ құрылтайының 5-ші құрылтайында қасқайып тұрып, айда әлемге әшкерелеген адам. Өмірхан Алтынға сол тірісінде ескерткіш қоятын, тірісінде көше беретін бір қазақ бар болса, соның біреуі осы Өмірхан. Өмірхан Алтын ағамызға Құдай тағала разы болсын. Құрметті бауырлар, мен де бүгінгі сұхбатымды аяқтайын. Міне түнгі сағат 4-тен 45 кетіпті. Ұмытпау үшін 4-тен 44 деп айтайықшы. Бізде ұйықтайық енді. Шаршадық. Ертең тағы бізде жүздесулер бар, тілшілермен кездесулер бар. Атажұртқа жаңағы 5-10 теңгесін алып көмектесіп жатқан ата-апалар кездесейік дейді. Жиналған қаржы тым көп емес. Бірақ елдің ықыласы мен тілегі ерекше болып тұр. Ал біз осы айлығымызды өткізерміз. Келесі айда тағы алақан жайып сұраймыз ба? Оның арғайында тағы да алақан жайып елге ойбай жабыламыз, аренданы төле, айлықты төлеңдер деп тағы алақан жаямыз ба? Осы нағыз атажұрт еріктілерінің мәселесін бір жолата шешетін бір қолайлы бір шешім жолы жоқ па? Бұл бізді мысалы саясаткерлер ойбай атажұрт мықтысың дейді, қаншама кәсіпкер бауырларымыз да айтып жатыр. Бірақ бәрі сол ауызбен қолдайды. Діндарларымыз алақан жайып шеке дұға қылайық дейді. Бірақ сол дұғамен Қытай фашизмін тосуға келе ме? Дұғамен егер мықты болса арабтар Израильдің ракетасын неғып кері қайтарып тастамайды? Неғып жер жүзінде қор болып жатқан мұсылмандар сол дұғамен құтқармайды? Дұға керек. Мұсылманның қаруы дұға. Бірақ шариғатта қарекет жаса дейді. Зұлымдық жүріп жатса, алдымен қарекетпен тий дейді. Шамаң жетпесе тіліңмен тиді. Оғанда шамаң жетпесе дейді, жүрегіңмен жек көр, Құдайға жалбарын дейді, бірақ ол иманның ең әлсіз дейді. Яғни Құдайға жалбарын деп айтатын осы сөзінің өзі дұға жасау. Яғни дұға жасау иманның ең әлсіз деген мағынаға келіңкіреп қалады, қателессем діндарлар кешірсін. Яғни бізде қарекет жасау керекпіз. Мен айтатын тағы бір мысалымды айтам. Секіріп түссең, тізеңнен келетін өстіңде ағып бала кетіп бара жатса дұға жасайық деп отырасың ба? Тақаратыңды алып, ана баланы құтқармай. Секіріп түсте құтқарып алалым. Бірінші қарекетпен. Екіншісі, көз алдыңда шырылдатып, бір әлсіз әйел баласын бір зұлым қорлағалы жатса. Сен отыра қалып, құманмен тақарат алып, екі бас нәпіл намаз оқиын дейсің ба? Ей, қой дейсің, мүмкін ол дию алып біреу болатын болса. Қарекетіңмен тиюға шамаң жетпесе, тіліңмен тиясың. Ей, қой, мына ел жұрттың алдында ұят емес па? Құдайдан қорықсаңшы дейсің. Міне, бұл екінші жол. Үшінші жолы, жаңағы алақаныңды жайып Құдайға жалбарыну. Бірақ бұны Құдайдың өзі айтады, жаңағы бұл иманның ең әлсізі дейді. Сондықтан қарекетке көшейік, қарекетте берекет бар. Біздегі көп кісілер бізді сол дұға жасап қана қарық қылып жүр. Мен сол дұға жасаушыларға кейде разы болам, кейде өкпелеймін.
разы болатын, әйтеу олар қытайшыл болып бізді әлеуметтік желіде боқтамаған үшін, біз соңғы кезде бізді күйе жақпаған, бізге қараламаған қазақтардың бәріне разы болып қаласың, әйтеу кем дегенде бізді өсектеп жатқан жоқ қой деп. Бірақ енді түк қарекеті жоқ, құрғақ ауызбенен дұға жасап қана жүретіндерге кейде өкпелейміз. Сол Қытайда қорлық көріп, зорлық көріп жатқан қазақ сенің туысың еді ғой. Кем дегенде сен баяғыдай туыс туғаныңмен қатқабарың жоқ, өлі тұрсын біле алмай қиланып отырсың ғой. Енді соны тоқтатамыз деп алысып жатқан бізге бір қаржылық көмек жасасаң нең кетеді деп әлгі өкпелейтініміз де бар. Ой, енді кіммен алыспадық, кіммен жұлыспадық, кімді ренжітпедік, кімді аспанға ұшырмадық, кімді 7 қабат жердің астына тықпадық. Алыстық, жұлыстық, абайша айтқанда жасымызда біраз жерге барыпты. Осының бәрін қойып, кейде жатты өз қылып бір жаққа ауып кетіп те қалғың келеді. Абай да кезінде айтқан, қазақтан әбден тойғанда осы жатты өз қылып бір жаққа кетем бе деп те ойлаған. Былай қарап отырсаң, кім бүлікші болмады? Мысалы, баяғыда айтушы еді ғой әзілдеп, жаңа хан емессің, қасқырсың, қас албасты басқырсың, дұшпаның сені, досың сені табалап, дұшпаның келіп басқырсын деп өлең жазған Махамбет Өтемістің өзін сол заманда ел жұртқа террорист, арандатушы, провокатор деп жамандаған қазақтарда болған шығар деп ойлаймын. Сол Махамбеттің басын чапқандар, сол Махамбетті провокатор, арандатушы деп сенген қазақтар шығар. Құдай біледі. Махамбетті сол заманның 174-ші бабы бойынша ұлтаралық араздық тудырды деп соттап, ниетінде болған қазақтардың ұрпақтары бүгінде сол бізді ұлтаралық араздық тудырды деп бізді де соттады ғой. Міне 7 жылға саяси ұйымдардың басшысы болмайсың, саясатқа кірмейсің деген жоқ па? Сол 174-ші атышулы бап сол Махамбет Өтемістің заманында да болған екен деп ойлаймын ғой. Ал сол Абай егер осы заманда тірі болса, сол атышулы 174-ші баптың бірінші бабы не екінші бабы менен сол қазақты сындай берген үшін, міней берген үшін, немесе жаңағы өлеңі бар еді ғой, тобықты туралы, өзінің тобықтысы туралы. Ел жаманы тобықты, көп ұрған молықты деп бастайтын өлеңдер бар. Сол үшін ұлттық рулық, нәсілдік араздық тудырды деп Абайды да 174-ші бап бойынша соттап жіберуге әбден негіз бар екен. Өкінішке орай ол кісі ертеде кетіп қапты. Егер тірі болғанда 174-ші бапқа салып соттап жіберсек, Абайың да Махамбетің де сол бапқа лайық адамдар екен ғой. Бір несі 174-ші бап дүниеге келмей тұрып, ол кісілер дүниеден өтіп кеткен екен. Бақытты шығар. Бақытты кісілер ғой. Алла тағала бұл кісілердің біліп және білместеген күнәсін кешіріп, жатқан жерін жәннат қылып, өзінің жәннатымен шүйіншілесін дейік. Қазақ үшін Абай да, қазақ үшін Махамбет те алтын тұлғалар. Саяси ұстанымдар ұқсамаса да. Бізді де ертең 50 жылдан кейін, 100 жылдан кейін ұрпақ сөйтіп еске алса екен деп ойлаймыз. Біз ат үшін, атақ үшін емес, бір Құдайдың разылығы үшін және шырылдаған қазақтың қамышын атқа қондық. Баршаларыңыз аман болыңыздар. Жер жүзіндегі бүкіл қазақтың басы аман, бауыры бүтін болсын. Бүгін тұтқындалғандығының 1 жылдығына орай, былтыр дәл осы 365 күн бұрын, дәл осы түнде, осындай уақытта мен жатқан қонақ үйде тұтқындалып, барымталанып, Астанаға тасылып алып кеткен өгімді есім алып, ұйқым келмей, шабыттанып, әсерленіп, ұйықтай алмай отырмын. Таңғы сағат 5 болайын деді. Әлгінде бір тікелей эфир жасап, менің басыма ең ауыр күн туғанда, осы қолдаған, қуаттаған барша қазақтарға рахмет айтып шықтым. Тұтас ұлт зиялыларына рахметімді айттым. Ең біріншісі Мұрат Әуезов аға. Мұхтар Әуезовтің ұлы Мұрат Әуезов аққа жақ болып, қараға қарсы болып, менің бостандыққа шығуым үшін араша сұраған алғашқы адамдардың бірі. Онан ары қарай Әзімбай Ғали аға 12 сағат полиция мекемесінде ұстап алжастырғысы келіп, қайта-қайта өз айтпаған сөзді қағазға жазып, соған қол қойғызғысы келіп, алдау сұратса да қақпан баспаған сол Әзімбай Ғали аға менің азаттыққа шығуым үшін Азаттық радиосына сұхбат беріп, араша болып еді. Алла разы болсын. Ары қарай Қуандық Шамахайұлы ағамыз Нобель сыйлығына ұсынам деп бүкіл жер шарын бір зілзала қылып кетті. Бүкіл батыс ақпараты дүрлікті. Алла разы болсын.
ары қарай қаншама адамдар болды. Мекемтас Мырзахметов аға, Темірхан Медетбек аға, Ғаппар Біләлұлы аға, Құлгері Мелемесұлы ағамыз, Тұрсынхан Зәкенұлы ағамыз, көп, өте көп. Ал Серік Әбдірахманов ағамыз да болды. Қаншама саясаткерлер қолдады. Енді сол кісілердің не қазір бірінің атын есім алып, бірінің атын есім ала алмай отырмын. Сол кісілердің барлығына Алла разы болсын. Мысалы, өткенде де қаншама кісілер сол кісілер туралы әңгімелер айтып, мысалы. Ең қарапайымы осы кісілердің бәріне рахметімді айтамын. Мені бостандыққа шығару үшін анау 80-90-дағы аталар әпелерден тартып отырып, әпке қарындастар, бауыр інілер бәрі видео араша сұрады, арыздар жазды. Әлемге әйгілі 10 кісілік құқық ұйымы бүкіл дүние жүзіне дабыл қақты. Америка конгресінен саяси тұтқын мәртебесін алдық. Біріккен ұлттар ұйымында көтерілді, Еуропарламенті көтерді. Қазақтың жаңағы 7-8-дегі баласынан тартып отырып, кішкентай ұл қыздарына дейін бәрі араша сұрап видео жолдады. Әлемге әйгілі мына Норвегиядағы Хельсинки комитеті, ол да маған араша түсті. Америка конгресінде осы уақытқа дейін фотоммен мен туралы жазылған жаңа мәлімет тұр, саяси тұтқын деген. Осының бәріне атсалысқан бүкіл қазаққа мен алғысымды айтамын. Өмірхан Алтын аға, мынау Түркияда тұратын Атажұрт еріктілерінің мүшесі, ең негізгі тірегінің біреусі болған Бәбіселем Өктан ағамызға да бәріне де рахметімізді, алғысымызды айтамыз. Бүкіл қазаққа. Мен бәріңіздің аттарыңызды толық айта алмадым, кешірім өтінемін. Ертеңгі бір заман болады, сондай бір бостық болғанда, кім маған қолдап мақала жазды, кім мені қолдап бір видео үндеу жолдады, соның бәрін тіркеп арнайы кітап жазамын. Жақсылықтарыңызды ұмытпаймын, мәңгі бақи ұмытпаймын. Тірі болсам, аман болсам, сіздердің жақсылықтарыңызды бір қайтаруға тырысамын. Алла соған несіп қылсын деп сізде бізде дұға қылайық. Сау болыңыздар, тағы бір мәрте қоштасайық. Міне түнгі сағат 4:56 кетіпті. 10 наурыз. Бәріміз аман болайықшы. Мынау тұтқындалғандығымның бір жылдығына орай, бір жылдық мынау жаңағы тұтқындалғандығымның бір жылдық мерейтойын өткізіп отырған құсат мәз болып сіздерге гәпіреп бір емін еркін сілтеп отырмын ғой енді. Артық кетсем айыпқа бұйырмаңыздар. Сау болыңыздар.